әкім келсе, тура осындай. Облыстан әкім келе жатыр. Ауыл жинаңдар дейміз. Сол әкім жүретін жерді тіпті жол салып қояды, қайтып қойып. Оның жанына мектептің оқушыларын тұрғызып қояды. Қолдарына жалауларын беріп. Отвлекающий маневр ол деген. Ар жағындағы құлайын деп тұрған ауылда үйлер көрінбеу үшін де, сосын айғайлап тұрады. Қош келдіңіз деп, мал тауықтың дауысы естілмеу үшін жаңа. Қош келдіңіз деп, асфальт бітетін жерге әжелер ансамблін қойып қояды. Ол кісілер ән айтып тұрым депті. Қайдан білсін ол асфальт бітіп қалған ол жердің жаңа. Әжелер ән айтады. Қош келдің ауылыма, тойғайдер. Қасында бір баянист тұрады. Түнімен ішкен бе, өзі не болып тұрған білмей түсінбейді жаңа. Ана жол бітеді. Мына жаққа қарай бұрылған кезде мектептің ұстаздар тұрады. Мектептердің ұстазы тұрады. Мектепке алып келеді бізде. Ауылға біреу келсе, мектепке алып келеміз. Мектептің есігі сынған. Оны көрсетпеу үшін ауылдың бір ақсақалын тұрғызып қояды. Үстіне шапан киіп, басына айыр қалпағын кигізіп, ол бата беріп тұр. Олар тесік жауып тұрын деп ойлап тұрған жоқ, ол бата беріп тұрын деп ойлап тұр. Мектептің ішіне кірсе, коридор ары қарай балуға болмайды. Ол не істейді? Алдынан бірінші сыныптың балдарын қолына гүл ұстатып жүгіріп шығады. Ат шығады балдар кән. Туған жерім Қазақстан, елім бәрін Қазақстан. Осындай елім бар, туған жерген Қазақстан. Рахмет дейді. Екі жар туған ел алғаннан деп бүкіл балдар жібермейді ары қарай коридорға. Өйткені ол әкімдік айдалып баратыр. Мектепте бір класс болады. Компьютерный класс. Ол тек тексеру келгенде ашылатын кабинет. Сол кабинетке алып барады. Ана кабинетте отырған оқушылардың түрлерін көрсеңіздер, ол компьютерді өздері бірінші рет көріп отыр. Соның алдында практикант, әйтеуір түрі виді нормальны, бір мұғалімді тұрғызып қояды есік алдына. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз дейді. Ана кісі, рахмет, рахмет, сабағыңызды бере беріңіз дейді. Балдардың көзі бұлай төрт-пішті отыр, компьютер бірінші көрген. Балалар, технология дегеніміз, жылдан жылға Қазақстанымыз инновациялық жолдармен, мысалы мына электрондық тақтайды қосып қалады. Технология дегеніміз не? Айта ғой, Айбек дейді. Айбектен басқа ешкім білмейді. Соған үйретіп қойған тек. Дұрыс айтасың, Айбек. Инновация, компьютерлік жүйесі дегеніміз не? Айта ғой. Кім қайда? Деп ол оны іздеп атады жаңағы білетін адамды. Айгүл, айта ғой дейді. Айгүл зыр-зыр етіп айтып береді. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Біздің мектебіміз күннен күнге өркендеп жатыр, күннен күнге дамып жатыр. Ар жағында кім білсін жаңағы сторожбен жаңағы охранниктің стенкін тіреп тұрған, бүйтіп жаңағы құлап кетейін деп тұрған. Күннен күнге дамып жатыр, өсіп жатыр. Келгеніңізге көп-көп рахмет. О, рахмет, рахмет дейді. Жаңағы жолмен қайтадан ана балдар, атамызға көп-көп рахмет дейді. Әжелер ансамбль, ай, рахмет, апа, рахмет, апа. Олармен бір-екі өлең айтып жүреді. Сосын ары қарай жаңағыдай қайтадан балалар шығарып салады, бір машинаға отырады. Сол ауылдың әкімінің үйіне барады, ет жейді. Специально қараңғы түскенше ұстайды. Қараңғы түскеннен кейін 4-5 свет жағып, әйтеуір ауылдан шығарып саламыз. Сосын ол басқа ауылға барады, ол әкім. Басқа ауылға барады, ауданға барады. Сосын ойлайды, бүкіл жердің жағдайы жақсы екен ғой дейді. Бөлінейін деп тұрған ақшаны не істейсің, лақтырып тастайын ба? Сарап қой енді, қалтасына салады да не істесін енді.